Пайғамбар тозақта басын қорғалап қашып жүрген бір топ адамды көрді. Періштелер оларды шоқпармен сабап жүр. Жебірейіл, бұлар малынан зекет бермеген қайырсыз байлар деді. Енді бір үйлер отқа оранып жанып жатты. Жанған үйдің айналасына темір тікендер төселген. Ішіндегі адамдар күйіп шыңғырады. Шыдамай сыртқа шықса, тікенді басып қайта қашады. Жебірейіл, бұлар ел жұртты мазақтап әжуалаған сайқы мазақтар деді. Енді біреулер жүк арқалап алыпты. Ауыр жүктен мыжылып, ентігіп еңбектейді. Жебірейіл, аманатқа қиянат қылып бөтеннің заты мен мүлкін рұқсатсыз иеленгендер осындай күй кешеді деді. Тағы да бір топқа кезікті. Періштелер олардың тілдерін оттан жасалған қысқашпен қысып жатыр. Әкім қараларды өтірік мақтап жағынғандардың жазасы осы деді Жебірейіл. Сол кезде пайғамбар Алла сақтасын деп жүре берді. Бір кезде өз еттерін жеп отырған жыртқыш қауымды көрді. Жебірейіл, бұлар өмір бойы жақсы адамның сыртынан ғайбат айтқандар деді. Бір пенделер қан мен ірің ішіп отыр. Арақ-шарапқа құмар болғандар енді шөлдерін осылай қандырады деді Жебірейіл. Тілдері желкесінен шыққан доңыз бейнесіндегі адамдар жүрді. Бұлар сотта жалған куә болғандар. Тірісінде ағайын туыс дос жақындарының сойылын соғып, сотта жалған куәлік берген. Ақшаға сатылып жазықсыз кісілерді соттауға жәрдем берген жауыздар деді періште. Тағы бір адамдарға қараса, аяқтарына бұғау салыныпты. Бұлар парақорлар, билігін жеке мақсатына пайдаланып, пара алудан қолы босамаған деді періште. Біреулер от пышақпен бауыздалып азап шегіп жатыр. Бұлар нақақтан қан төккен қанішерлер деді періште. Пайғамбар тозақты одан әрі аралауға дәті шыдамады. Жүрегі ауырып, «Я Алла, үмбетімді бұлай қорлама» деп сәждеге бас қойды. Ұзақ жатып тамұқтағы адамдардың кешірілуін тіледі. Бір уақыттан кейін қайтуға ыңғайланып еді, мәлік періште: «Я Алланың елшісі, сен бір тозақтың кішкене бөлігін аралап, сұмдығын көрдің. Әлі 6 тозақ бар» деді. Сол кезде пайғамбар: «Алла ол тозақты маған да, үмбетіме де көрсетпесін» деді де мәлікпен қош айтысты. Пайғамбар одан әрі жүріп еді, алдынан жасыл түсті періште шығып сәлем берді. Пайғамбар бірінші рет айрықша сұлу періштені көрді. Сол кезде Жебірейіл: «Ей досым, бұл 8 жәннаттың күзетшісі Раузан періште» деп таныстырды. Раузан: «Уа Алланың сүйікті хабибі, сені көру бізге арман ет. 8 жәннаттың төбесіне «Ля иляха иллалла Мұхаммад Расулулла» деген жазуды көргеннен ақ, жәннат сенің нұрыңнан жаралғанын білгеннен ақ, есіл дертіміз сенсің. Құдай сәтін салып бүгін дидарластық» деді. Сол кезде пайғамбар: «Жұмаққа кіріп көрсем бола ма?» деп сұрады. «Болады» деді де Раузан періште жол бастады. Пейіштің хош иісі жан дүниесін баурап алды. Нұры ішке жетелей жөнелді. Пайғамбар бісмілдә деп жәннатқа кіргенде, оның табалдырығы мен босағасы дірілдеп тұрды. Пайғамбар түсінбей тұрып қалды. Раузан: «Ей Алланың сүйікті досы, жұмақтың босағасы да, табалдырығы да сені көріп езіліп жылап тұр. Сарғайған сағынышын, солыққан мауқын басып жатыр» деді. Пайғамбар да көзіне жас алып, жәннаттың босағасын сипады да: «Я Алла, осы табалдырық пен босағадан менің үмбетімнің көптеп кіруіне бір өзің жар бола көр. Менің көрген жұмағымды оларды көріп, осы жерден жай тапсын» деді. Сосын Раузанға: «Бұл табалдырық пен босаға менен басқада адамды сағына ма?» деп сұрады. Раузан: «Әлбетте, әрбір демінде Алланы есінен шығармаған хас тақуаларды бір көруге ынтық. Олар келгенде де осылай бір күрсініп, бір жылап, сағынышын басалмай тұрады» деді. Сол кезде пайғамбар: «Жәннат сағынатын үмбетім көп болсын» деп тіледі де пейішке кірді. Жәннатта оны сан мыңдаған періштелер мен ғилмандар, хорлар қарсы алып шашу шашты. Әсем әуезбен зікір, салауат айтты. Пайғамбарға жұмақтың жемістерін ұсынып құрмет көрсетті. Пайғамбар олардың құрметіне риза болды. 8 жәннаттың аттары қалай деп сұрады. Сол кезде Раузан періште: «Біріншісі Дәрсәлім, екіншісі Дәрін Қарар, үшіншісі Дәрін Нахар, төртіншісі Нағым, бесіншісі Пердаус, алтыншысы Манат, жетіншісі Ғабдил, сегізіншісі Ағына» деп айтып берді. Жұмақ көрген көздің жауын алады, көңілді тойғызады, сезімді семіртеді, қиялға қанат бітіретін тамаша екен. Бір кезде ол 4 түрлі, 4 түсті әдемі бұлақты көрді.
Оның сыңғыр қаққан сұлу дауысы құлаққа әзер шалынады, бойға ерекше ләззат сыйлайтындай екен. Сол кезде Раузан періште: бұл жәннаттың бұлақтары. Бірінші бұлақ сүт бұлақ, екіншісі бал бұлақ, үшінші бұлақ тұнық бұлақ, төртінші бұлақ шәрбәт бұлақ деп таныстырды. Төрт бұлақтың жағасында әсем құрақ өсіп, жанға жайлы самалмен есіп тұрды. Құрақ арасында өскен жемістер балбырап пісіп тұр. Раузан періште жеміс ағаштарынан бір жемісті алып берді. Пайғамбар оны алып тұрып: «Ей Раузан, бұл жемісті менің де үмбетім жейді ме?» деп сұрады. Раузан: «Әлбетте, үмбетің жүрегін таза ұстаса, күнәдан ада болса, жұмақтың жемісін жей алады» деді. Пайғамбар жемісті жеп, ілгері жүріп келе жатқанда алдынан Ыдырыс пайғамбар кездесті. Екеуі құшақтасып көрісті. Сол кезде Ыдырыс: «Уа Мұхамбет, сені көруге бір зармын» деді. Мұхамбет: «Жұмақтағы жайыңыз қалай?» деп сұрады. «Ақылым мен айлам періштеден асып түсіп жұмаққа кірдім. Жемісін жедім, суын іштім. Хор да, Ғилман да менің алдымда қызметте жүгіріп жүр. Періштелермен бірге Алланы мадақтап зікір айтам. Пейіште мәңгі жүрсем де, пайғамбар болғанша Мұхамбеттің ақжүрек үмбетінің бірі болсам ет деген арман бір сәт көңілден кеткен емес. Үмбетің қандай бақыт ет» деді. Сол кезде пайғамбар: «Үмбетімнің айрықша мәртебесін қайдан білдің?» деп сұрады. «Жәннатта ерекше сән салтанатпен салынған зәулім сарайлар, керемет бақшалар бар. Оған кірейін десем, пейіштің бөлмелері саған рұқсат жоқ. Бізге тек Мұхамбеттің үмбеті ғана кіреді. Ұлық Алла біздерді соларға арнап салдырған» дейді. «Бұл сарайлардың ішін көру арман болды» деді. Бұл сөзді естігенде пайғамбардың кеудесін шаттық кернеді. Раузан періште Мұхамбетке пейіштің екінші қабатындағы ғажайып бір өзенді көрсетті. Оның саусақтай 5 саласы бар екен. 5 саласының суы бір-біріне ұқсамайтын түспен жерге қарай ағып тұр. Сол кезде пайғамбар: «Бұл неге жерге қарай ағып жатыр?» деп сұрады. Раузан періште: «Бұл дарияның нұры 5 уақыт намазын шын ықыласпен оқыған момындардың жүрегінен нұр болып құйылады. Жұмақтың суымен жүрегінің тотын шайып, көңілін кірден тазартады» деді. Пайғамбар енді 3-ші жәннаттың есігін ашты. Ол да тіл жетпейтін ғажап екен. Онда 2 өзен жерге қарай ағып тұр. Раузан періште: «Бұл Алланың рақым нұры. Оның нұры ораза ұстап, малынан зекет берген жомарттың кеудесіне барып құйылады» деді. Пайғамбар жұмақтың 4-ші қаты нағымға көтеріледі. Онда 4 дарияны көрді. Дарияның шеті шегі жоқ. Олардан су мен сүт, бал және шәрбәт ағып жатты. «Мүбәрәк, бұл дариялардың бастауы қайда?» деп сұрады. Сол кезде Раузан періште: «Бісмілда десең, дарияның бастауына ілезде барасың» деді. Пайғамбар көзін жұмып бісмілда деп еді. Сол сәтте бір күмбезге келіп жетті. Күмбездің төбесі алтынмен апталған, күміспен күптелген екен. «Бісмілда десеңіз, есігі өзі ашылады» деді періште. Пайғамбар бісмілда деп ішке кірді. Кірсе төрде бісмілда деп жазылыпты. 4 дария содан бастау алып тұр екен. Пайғамбар таң қалып: «4 дария да осы сөзден бастау алып жатыр екен. Мұнда не сыр бар?» деді. Раузан періште: «Үмбетің бісмілда деп көп айтса, Ұлық Алла 4-ші жәннаттағы дарияны соның еншісіне береді» деді. Жұмақты аралап жүріп пайғамбар әсем үйді көрді. Оның төбесі аршыға тиіп тұр екен. Үйдің іші сырты қызыл жақұтпен қапталыпты. Оның 70 000 бұрышы, әр бұрышында 70 000 алаңы бар. Үйдің алдынан 4 бұлақ ағып жатты. Бірінде сүт, бірінде бал, бірінде кәусар, бірінде зәмзәм суы ағып тұрды. Үйдің айналасында запыран, сүмбіл, лалагүл, райхан сияқты асыл өсімдіктер жайқалып, хош иістер шығарып тұр екен. Пайғамбар ерекше көз тартқан үйге кіріп көргісі келді. Жәбірейіл періштеден: «Бұл кімнің үйі?» деп сұрады. «Алланың досы Мұхамбетке сыйлаған үйі» деді періште. Пайғамбар қуанып кетіп үйдің есігіне жақындай берді де кілт тоқтап қалып: «Менің үмбетім де осындай үйге кіре ме?» деп сұрады. «Жоқ, бұл тек саған ғана арналған» деді Жебірейіл. «Үмбетім кірмейтін болса, мен де кірмеймін» деді пайғамбар. Сол кезде Алладан: «Ей досым, бұл үйді сен үшін жараттым. Егер үмбетің үйлерінде маған көп мақтау пәктеу айтса, сенмен бірге бұл үйге бәрін кіргіземін» деген әуез естілді. Пайғамбар қолын жайып: «Я Алла, үмбетімнің ішінде сенің дидарыңа ғашық болып, сенің есімдеріңді үйлерінде пәктейтін ақ жүректер көп болсын» деп дұға жасады. Осылайша пайғамбар 8 жәннатты аралап, сансыз жеміс ағаштарын көрді. Жемістері пісіп, хош иістері мұрынды жарады. Жәннаттың ұшы-қиырсыз үлкендігін бір Алладан басқа жан баласы білмек емес.
әлгі жеміс ағаштарының айналасында мөп-мөлдір бұлақтар саңғырлап ағып жатыр. Айналасы гүлдермен безендіріп қойғандай әдемі. Саялы бақ, сайран сарай, алтын тақталы жол, жемісі мол керімсал керемет дүние. Пайғамбар менің үмбетім өмір сүретін дүниеде дәл осындай жәннатты мекен бар мекен деп ойлады. Пайғамбардың әрбір ойын күзетіп тұрған Жебірейіл: «Ей Мұхаммед, жердің жүзін Алла тағала 7 тозақ пен 8 жәннаттың ұсақ тамшыларын араластырып жасаған. Анау асқар таулар, нулы ормандар, мөлдір сулар, жасыл құрақтар, айна гүлдер, алуан гүлдер, ағарған таңдар, жазиралы далалар, алтын дәнді астықтар, көгілдір көктің бәрі жәннат мұғжизасының белгісі. Ал сасыған, борсыған, іріген, шіріген, құлаған, қу медиен шөлдер, құлан жортпас далалар, ми қайнатар саясыз жерлер, мұзды мұхиттар, тіршілік тынысы жоқ құздар тозақ мұғжизасының нышаны. Сенің үмбетіңнің арасындағы тақуа ғалымдары жақсы білет, толық сезінет» деді. Ол Раузан періштемен қоштасып, жәннаттың бақшасынан шықты да сапарын жалғастырды. Бұл кезде пайғамбарымыз 7-ші көкке де жеткен еді.